Ақордадағы Ақешкі мен Көктекенің жобасы сонымен жарияланды. Ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, айтсам сеніңкіремей отырсыздар, жайбарақат жатқан секілсіздер. Міне, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жаңағы көші-қон саясатының 2023 және 27 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасы электронды үкімет деген портал бар. Соның ашық инка деген бөлімі бар. Соған 5 қыркүйекте ілініпті. 19 қыркүйекке дейін сіздердің талқыларыңызға салды, халықтың талқысына. Кеше мен сіздерге жарияладым ғой, 5 жылсыз азаматтық берілмейтін жоба қабылданғалы жатыр деп. Сол жоба жаңағы тұжырымдаманың 4-ші бағытының 15-ші бастамасында қасқайып тұр. Әне көріңіздер. Менің Фейсбуктағы парақшама кіріңіздер дағы, ашып оқып көріңіздер. Тұр қасқайып. Ардақты алаш жұрты, тағы қайталап айтайын, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Міне, біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз, әділетті Қазақстан құрып жатырмыз ғой. Сол жаңа әділетті Қазақстанның жаңа көші-қон саясаты, жаңа көші-қон саясаты дәл осылай басталмақшы. 5 жылсыз азаматтық бермейтін қандастарымызға заң жобасы жасалып, сонымен ары қарай басталмақшы. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, міне соның жобасы шықты. Естеріңізге қайтып салайын, 2019 жылы 12 сәуірде біздің осы екінші президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тұңғыш рет президент ретінде берген сұхбаты бар. Сонда айтты ғой мынандай: дүние жүзіндегі қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру біздің қасиетті парызымыз деді. Қасиетті парызымыз деді. Көрдіңіз ба? Қасекеңнің сол қайран сөзі, және Ақордада өзінің қасында отырған Құлыбаевшыл, Мәсімовшыл, Ақтекемен, Ақешкі мен Көктекеге қор болды. Абай айтады ғой, қайран сөзім қор болды ау тобықтың незіне демекші. Қасым-Жомарт Кемелұлының сол дүние жүзінде қазақтардың басын туған жерде біріктіру біздің қасиетті парызымыз деген қайран сөзі қасында отырған, күнде кіріп шығып жүретін, жаңағы әр кірген сайын құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы деп аузы лып-лып жып-жып етіп тұратын Ақешкі мен Көктекеге қор болмақшы. Сөйтіп кетіп бара жатыр. Қазақты қорлаудың бұдан асқан үлгісін мен көрген жоқпын. Сен Маузыдыңға ренжисің, сен Сталинге ренжисің. Мұнша миллион қазақты қырыпты деп. Әрине ол қырады. Ол жау, ол басқа ұлт. Өзінің ұлтынан басқа ұлтты қаламайды. Кез келген уақытта қырады. Ал енді соның ізбасарлары қазір міне Қасекеңнің жанында отыр. Бұрында болған Мәсімов деген, Құлыбаев деген өзінің тарихи тәуелсіз отанына келетін өз қандасын кеудесінен итеретін соның жаңағы ізбасарлары, 21 ғасырдағы ізбасарлары тура біздің Ақордада қазақ ұлты өздерінің отыр осы Ақордада. Сондықтан біз президентіміздің беделін түсіруге, абыройын төгуге бағытталған бұндай жобаға түбегейлі қарсымыз. Мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсеноваға осы видеодан пайдаланып айтқым келеді. Сіз мына жобаны күшінен қалдырыңыздағы көші-қон туралы, көші-қон саясат туралы жобаға конкурс жариялаңыз. Бір айға конкурс жариялаңыз. Бәріміз қатысайық, соның ішінде таңдап алыңыз сол жобаны. Мемлекетке пайдалы жобаны жасайтын қазақтар жетіп жатыр. Менің ұсынысым осы. Ал жаңағы ұлы көшке мүдделі қауымға, құрметті алаш жұрты, сіздерге айтарым, бұл жобаны ешқашан іске асыруға болмайды. Бәріне дайын болыңыздар. Мен дайынмын. Құрметпен Ауыт Мұқибек, 14 қыркүйек 2022 жыл.